Ассалаумағалейкум көрермен. Бүгін мен қазіргі кездегі көп отбасылық және әлеуметтік проблемалар жайлы мағыналы анимация мультфильмдерді көрсететін боламын. Видеоны соңына дейін көр. Бірінші мультфильмде біз бір сұр түсті қараңғы бөлмені көреміз. Және де оның ішіне бір қыз кіріп, өзінің үстіндегі киімін шешіп, сосын терезені жабады. Сосын ол ас бөлмеге қарай кетіп қалады да, өзіне кофе дайындап кружкасымен келеді. Және де өзінің үстелінің орындыққа отырып, кофені кішкене ішеді. Сосын тұрады да өзінің бетіндегі терісін жұлып алады. Сосын бір борсық, қорқынышты бір қызға айналып кетеді. Тіпті қыз деп айтуға болмайды. Сосын өз темекісін алып шығып, оны шеге бастайды. Сосын ол айнаға қарап, өз бетін қарап жатады. Сосын оның есігін біреу қағады. Сосын ол өз аузын жыртып, қайттан әдемі қызға айналып кетеді. Осымен мультфильм бітеді. Және бұл анимацияны көбіңіз түсінбей қалған боласыздар. Бұл анимацияда қазіргі көп қыздардың бейнесі бейнеленген. Мысалы, басты кейіпкер сыртынан қалыпты көрінгенмен ішінде бетперде арқылы жасырып жүрген әйел. Бұл фильм негізгі идеясы адамның сырт көзге күліп жүрсе де, ішінде не болып жатқанын ешкім білмейтін көрсетеді. Және күнде бәрі жақсы деген кейіппен жүретін қыз шын мәнінде үйге келгенде өшінай сезімдерін, мұңын, жансыздығын, ішкі қиналысын көрсетеді. Яғни бұл адамның ішкі жан дүниесі мен сыртқы бейнесі әрқашан бірдей бола бермейтін деген мағынадағы мультфильм. Бұл мультфильм басында біз даладағы табиғатты көреміз. Сосын бір толық жігіт, еркек өз дүкенін жауып жатады. Сосын дүкенін жауып бір жаққа кетіп бара жатады. Ал сол уақытта бір әйел өзінің тамағын жасап, оның дәмін көреді. Және де өте тәтті екен. Бірақ есік тарс етілген дауыс естіліп, әйелдің қолынан қасығы түсіп кетеді. Сосын біз жаңағы еркек пен әйелдің ерлі-зайыпты екенін көреміз. Сосын күйеуі үйге келгенде әйелі үстелге тамақ дайындап қояды. Ал күйеуі қуанып тамақты іше бастайды. Сосын тамақтың арасынан шашты байқаған кезде әйелдің көзі көгеріп кетеді. Сосын келесі күні күйеуі жұмыстан шығып келе жатқан кезде жолдан ет дүкенін көріп қалады. Сол жерден бауыр алып әйеліне әкеп береді. Осыны пісір деп. Сосын әйелі пісіріп, оның дәмін татып көрген кезде өте дәмді екен. Сосын әйел рахаттанып, дәмін татып, байқамай жеп қояды. Сосын ол жылап, өзінің ақшасы жоқ екенін көреді. Сосын церковьта біреудің өлгенін көріп қалады. Сосын сол жерге барады да пышақпен өліп қалған әйелдің ішіндегі бауырын алып алады. Сосын оны пісіріп күйеуіне береді. Сосын түн батып екеуі ұйқыға жатқан кезде әлгі әйелдің елесі келіп, менің бауырымды кім алды деп сұрайды. Сосын әйелі әлгі күйеуін көрсетеді. Сосын жарық өшіп, елес күйеуін өлтіреді. Бұл фильмде әлеуметтік әділетсіздік пен қорқыныш. Жеке өмірде зорлық-зомбылық болып көрген әйел күйеуін ренжітпес үшін әдепсіз қадамға барады. Оны тамақ дайындауға мәжбүр ететін қоғамдағы қорқынышты көрсетеді. Және де бас кейіпкер лайнер жасап, өзі жеп қойып күнәсін жасыру үшін өлген әйелдің мәйітінен бауырын ұрлайды. Бұл анимация бақыт деп аталады. Және де бұл анимацияның басында біз бір тышқанды көреміз. Сосын ол жүгіріп, қаншама тышқандардың арасына кіріп кетеді. Сосын қаншама тышқаннан кейін бізге қазіргі қоғамдағы адамдарды көрсетеді. Бірақ адамдардың орнына тышқандар. Олар пойызды күтіп, пойыздан бір адам шығады. Оның орнына басқа бір адам кіріп кетеді. Сосын бас кейіпкеріңіз бақыт іздей бастайды. Сосын дүкенге барып сол жерден тауарлар алады. Сосын соларды алған соң уақытша бақытқа бөленеді. Содан кейін басқа бір жерге көңілі аударылып кетеді. Ол жерде бір дүкен бар екен. Сосын дүкенші есікті ашып қалған кезде қаншама тышқан топырлап ана жердің быт-шытын шығарады. Ал өзін бас кейіпкер болса тек қана теледидар алып үлгереді. Өзін бақытсыз сезініп кетіп бара жатқан кезде бақыт деп тұрған сөзбен бір көлікті көреді. Сосын көлікке отырып алып бақытты бола бастайды. Сосын уақыт өте келе ол бақытсыз бола бастайды. Және бұл да уақытша ләззаттың бір түрі. Сосын бақыт деп тұрған бір арақтарды ішіп көреді. Содан кейін қайтадан бақытсыз болып жерге ұйықтап қалады. Сосын депрессияға түсіп, ол бір дәрілердің ішіне кіріп кетеді. Ал ол дәрілер Сосын өзін басқаша бір әлемде сезіне бастайды. Сосын қалаға құлап түседі. Сосын тағы да бақыт іздеп жүріп ақшаның артынан жүгіреді. Содан кейін ол бір қапқанға түсіп қалады. Және сол сияқты тышқандардың көп екенін көреміз. Бұл қысқа анимация Стив Кутс жасаған Happiness атты мультфильм. Мультфильмде тышқан күнде тұрмыста бақыт іздеп жүреді. Дүкендерден тауарлар сатып алып, жұмысқа тұрып, қайтадан үмітсіздікке бататын үздіксіз тышқан жүгірісі бейнеленеді. Бұл заманауи қоғамның материализмге, тұтынушылыққа және жұмысқа тәуелділігі адамға шынайы бақыт әкелмейді деген мағынада. Әр сатып алынған нәрсе бастапқы кезде қуаныш сыйлағанмен кейін әсері әлсіреп, соңында персонаж толықтай шаршап, ештеңе көңіл бөле алмай қалады. Яғни нағыз бақыт сырттан емес, ішкі тыныштықтан табу керектігін түсіндіреді.